Саламатсыздарбы, бүгін мен тез дайындалатын печенье жасаймын. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, 100 грамм қант, 100 мл сұйық май, 200 грамм ұн, 1 шай қасықты толтырмай қорытқыш. Бәрін видеодағыдай араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң қамырымызды өзімізге ұнаған формада орналастырамыз. Бетін қантқа аунатамыз. Сосын 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, өте дәмді болып шықты, жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.